Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге Абайдың 14-ші қара сөзін оқып беремін. 14-ші сөз. Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың кісі дегені батыр дегені. Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап біле алмайды. Рақымдылық, мейірбандылық, әртүрлі адам баласын өз бауырым деп өзіне ойлағандай, оларға да болса игі еді демек, бұлар жүректің ісі. Асықтық та жүректің ісі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрек ұмыт қалады. Біздің қазақтың жүректісі мақтауға сыймайды. Айтқанға көнгіш уағдада тұрғыш бойын жаманшылықтан тез жиып, алғыш көштің соңынан итше ере бермей, адасқан көптен атының басын бұрып алуға жараған әділетті ақыл мойындаған нәрсеге қиын да болса, мойындау әділетті ақыл мойындамаған нәрсеге оңай да болса, мойындамау ерлік, батырлық осы болмаса, қазақтың айтқан батыры әншейін жүректі емес. Қасқыр жүректі деген сөз. Қазақ та адам баласы ғой, көбі ақылсыздығынан азбайды. Ақылдының сөзін ұғып, аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулықтың жоқтығынан азады. Білместігімнен қылдым дегеннің көбіне нанбаймын. Білімді білсе де арсыз қайратсыздығынан ескермей ұстамай кетеді. Жаманшылыққа бір ілігіп кеткен соң, бойын жиып алып кетерлік қайрат қазақта кем болады. Осы жұрттың көбінің айтып жүрген мықты жігіт, ер жігіт, пысық жігіт деп ат қойып жүрген кісілерінің бәрі пәлеге жаманшылыққа еліртпек үшін бірін-бірі айда батырлап қыздырып алады да, артын ойлатпай азғыратұғын сөздері. Әйтпесе Құдайға терістіктен, не ар мен ұятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі, үнемі жаманшылыққа, мақтанға салынып, өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі, тәуір жігіт түгіл әуелі адам ба өзі? Тыңдағандарыңызға рахмет.